Қазақтың ән өнеріне баға жетпес үлес қосқан аяулы азаматтардың бірі Нұрғиса ағамыздың асыл бейнесін көріп, сағынышымызды бір сәт басқандай болдық. Енді әнге кезек берсек. Сәулем болып қайтейін жүрегім қитын махаббат белгісіндей әнім Сәулем жаны қалса Шырқашы сәулем, жан сәулем. Сәуле, келесі әнді де көрермендерімізге жасырамыз ғой деймін. Жасырып көрейік. Өйткені келесі ән талай аға абаларымызға, іні қарындастарымыз үшін арман әлемінің есігі болған. Махаббаттың бесігі болған. Қиялмен жүзетін айдың шалқар көлі болған. Сүйгеніне адастырмай апарар жолы болған. Бәрекелді. Алла, біздің бүгінгі көрермендеріміз нағыз әннің талғап, таңдап тыңдайтын жанашырлары. Сахнада қайықта әні.
сан жұлдыз ашығайын, бір өзіңе нұр болып шашылайын. Үмітімнің отындай, бір көрініші қанқадай, күн жайнаған аспандай ашылайын. Үмітімнің отындай, бір көрініші қанқадай, күн жайнаған аспандай шашылайын. Ән көңбемізді ақтарған сайын, тосыннан керемет қазынаға кенеліп, жадырап, қуанып отырған жағдайымыз бар. Ол, сөйле қарындасым, сізге не болған? Қабағыңыз түсіп кетті ғой. Әннің әсері ғой Нұрлан аға. Күту деген қандай қиын еді. Мұңайма, Сәуле. Күту барда кездесу бар. Мұңайма. Жазғынымде назың қайда, неге жаным оңайды? Мен сүйетін әнің қайда, жадырашы шырайлым. Жаралғандай сағыныштан, қайда сенің жақсы әнің, жүрегімді жарып ұшқан, даусыңды аңсадым. Мегелі айлар өтті, жұлдыздардың ай бардым. Еткен алтын қайда кетті, қабағынан айналдым. Жаралғандай сағыныштан, қайда сенің жақсы әнің, жүрегімді жарып ұшқан, даусыңды аңсадым. Жаралғандай сағыныштан, қайда сенің жақсы әнің, жүрегімді жарып ұшқан, даусыңды аңсадым. Жаз гүлімде назың қайда, неге жаным оңайды? Сүйетін әнің қайда, жадырашы шырайлым. Жаралғандай сағыныштан, қайда сенің жақсы әнің, жүрегімді жарып ұшқан, даусыңды аңсадым. Жаралғандай сағыныштан, қайда сенің жақсы әнің, жүрегімді жарып ұшқан, даусыңды аңсадым. Көктем келер гүлін алып, жазда келер жырын алып. Жан көктемі қашан келер, махаббаттың нұрын алып. Жан көктемі қашан келер, махаббаттың нұрын
сағындым алла баға, арайлы алматымды, сағындым ақ қолыңды, сағындым ақ гүліңді, алматым сыйладың сен арайлы шаттығыңды. Сезімді достарым сандырды, достарым сандырды, достарым сандырды. Жауаныңа талпынған таулына, сағынып жетем саған, бас мені бауырыңа. Бас мені бауырыңа. Бас мені бас мені бауырыңа. Ол кезде мен қаздарға айтқанда сол тамаша студенттік кештер ауылдың кішкене кейінірек шықты, 70-ші жылдары басталып шықты. Енді қазір соның бәрін көтеріп жатқан өте жақсы.
кезеңе ойладың ба ойландың ба сәулем ау өміріңді кеткеніңде тағдырдың жетегінде ойладың ба ойландың ба сәулем ау өміріңді кеткеніңде тағдырдың жетегінде бақыт күнім сәулем ау бола алмадың сен іздедім аңсадым таба алмадым оралғанда қаздарда мекеніне келгеніңе сен неге оралмадың оралғанда қаздарда мекеніне келгеніңе сен неге оралмадың аққайыңда қалады дір етіп жанымызды барады күлдіретіп оралмасты барады қаздар қайтып күсіміріп соңғы рет бір жүреді оралмасты барады қаздар қайтып күсіміріп соңғы рет бір жүреді оралғанда қаздардан мекеніне сен неге оралмадың оралмасты барады қаздар қайтып күсіміріп соңғы рет бір жүреді Қымбатты көрермендер, өздеріңіз байқап отырғандай, біздің бүгінгі сағыныш ән кешіміздегі орындалған сағынышты әндердің басым көпшілігінің өлеңін ақын ағамыз Тұманбай Молдағалиев ағамыз жазған екен. Әрбір өлеңі ән салып тұратын ақын ағамызды, Тұмағанды сахнаға шақырып рұқсат етіңіздер. Қош келдіңіз, Тұманбай аға. Аға, сіздің осы өлеңдеріңізге бұрын да қазір де ән өте көп жазылады. Соның себебі неде деп ойлайсыз? Мен ешкімге өмірімде кәдімгі ұлы композиторымыз Нурлан ағаға да, Шәмшіге де, Әсетке де сізге мен өлең жазайын, ән жазыңыз деп айтқан емеспін. Өздері сұрайды. Міне қазір Ескендерде отыр. Осылардың әндеріне сөз жазып бергенім рас. Аға.
ал енді Құдай сақтасын біреусіне барып, ол мен ән жазайын дейміз. Жақсы екен аға. Сосын өзі менің кітабымнан алып жазады көбісі. Түсінікті. Аға, тағы бір сұрақ қойсам деп едім сізге. Осы «Шақырады көктем» деген әннің сөзін сіз жаздыңыз ғой. Осы әннің туу тарихы туралы айтып беріңіз. Туу тарихы деген оның әрқайсысы бәрі есте қалмайды. Мынау есімде бар, өйткені бір әсеттің аса бір күшті әнінің біреуі ғой. Музыкасын жазып алып келді, әсет аса бір сүйкімді, мені Тұмаға дейтін кәдімде 2-3 жас кіші еді менен. Орындадық, үйде оның орындаған кезде мен осындай керемет болып кетеді деп ойлаған жоқпын. Бұны алғаш рет Сара Тынышты-Құлова деген қарындасымыз орындады. Өте жақсы орындады. Соныменен әннің арқасында, әншінің арқасында менің ортам болды сөзінде шарықтап кетті қысқасы. Әсет ағамыздың да әруағы қолдасын. Осы екі бауырыңызға, екі балаңызға үлкен бір ақсақалдық, аталық батаңызды беріп жіберсеңіз. Екеуіңде жап-жас екесің, екеуіңде баламсың. Әншіге, жалпы арқалы адамдарға Алланың нұры жауып тұрса, жолдарың ашық болса, жақсы болар еді қарақтарың. Бір Алладан сұрайтыным, сендермен мақтау бірге жүреді. Соған сеніп қала бермеңдер. Абай атаң айтқан ғой, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әулеттерді ішінде қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақыл мен қайратың екі жақтап деген. Мына шапалаққа, мына қолға беріп қалсаңдар өшіп қаласыңдар. Сондықтан ұзақ жасаңдар. Әлі түк бітіргенім жоқ деп ойлай беріңдер. Мен 70-ке келесі жыл толам, мен әлі де түк бітірмеген сияқты сезінемей өзімді. Соның пайдасы тиеді. Бақытты болыңдар, жолдарың ашық болсын. Ылғи сендерге жақсылықтарың ашық болсын ай. Елестеттің көкпенді гүл ашқан, көздеріңе ғашықпан шашқан, алыстарға жетеле еремін, сені ғана бақыт деп сенемін. Еркем, арманымдай алдағы, ақ шуақтай таңдағы, аялай бер арманны. Қолыңды бір жақсы бармаңға,
Сағыныш аяулы сезім. Адам баласының бүкіл ғұмыры білінбей өте шыққан жақсы сәттерге деген сағыныштардан тұрады. Сағыныш деген сары сағым сияқты, алыстап та кетпейді, жақындап та келмейді. Аяулы күндердің алтын ізіндей жақсылыққа жетелейді. Елуінші, 70-ші жылдардағы ел сүйген әндердің басым көпшілігі Шәмші ағамыздың әндері екен. Ағамыз бар болса, қазір ортамызда отырар еді жарқырап. Әсем әндерінің тамаша тағдырына риза болып, мүмкін көзіне жас та алар ме. Алтын қорымызда сақталып қалған Шәмші ағамыздың лебізіне құлақ түрейік. Мен халқымызды жүрегімнен сүйем. Солар үшін ғана қызмет істеуге дайын. Денім сол болса, өз ұлтым үшін, өз келешек ұрпағым үшін, жастарым үшін, келе жатқанда алдымызда азаматтарым үшін, ағаларым үшін, қатарларым үшін, інілерім үшін, қарындастарым үшін әлі де болса тайсалмай ән жаза беремін деген ойдамын.
бір ұшқын ұшты ма білмедім, әйтеуір нұр құштым, әйтеуір гүлдедім. Көктемнің бұлбұлы кеудеме қонады, құшаққа қыр гүлі толғандай болады. Жаңбырға қоқсайды, Алматыда жаңа жауып басылған. Әндісі төгілген жырмысың арманыдай, бір бақыт көрінген жақындап қалғандай. Жанадың ұшқыны жүректе жанады, қолыңнан ыстығы қолымда қалады. Жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауып басылған. Шуақпын жаныңа үңілген, сүйемін мен күнде көңілді жанымда. Сен бейне еркімді әлдене жанымда. Шіркін ақ жаңбырға ұқсайды, Алматыда жаңа жауып басылған.